ер жеткізген өзің едің, қадіріңді туған жерім шалғай кетсе. Сұлу табиғатымен сырласқан, үлкен кішісі сыйласқан, ағайын туысы бар. Мал өсіріп, өнімін көл көсіреткен, бау-бақшасын жайнатып, жер-ананы иткен, еңбегі мен ұрпағы өнеге халқы бар бақ мекен, Боралдай елді мекені біраз жерді алып жатқан үлкен кент. Бәйдібектің қақ ортасында орналасқан бұл ауылдың ерекшелігі ала жаздай Боралдай өзені бойында демалуға келген жандарға қызмет етеді. Қалаға жақын орналасқан қолайлы қоныс көгілдір отыны менен ауыз суымен қамтылуы гүлденген ауыл. Аталған ауылда бірлігі жарасқан мерейлі отбасылардың бірі Отарбаевтар әулеті өмір сүреді. Қонысбай Ақсақал мен Назима анамыз 2 ұл 3 қыз тәрбиелеп өсірген жандар. Ұлдарын ұяға, қыздарын қияға қондырған олар бақытты отбасының негізгі кілті татулықта дейді. Ең бастысы отбасында ене мен келін арасында бірлік болса, үйден береке қашпасы анық дейді Назима анамыз. Ес білгесін еске алдым ба, ауыл қымбат кім үшін де, аунап-қунап өскен құмға жетпес алтын күн өзіңде. Жақсы жандар жанын нұрлы үйреттіңдер сағынуды, шырқап салам осы әнімді сағынғанда ауылымды. Жақсы жандар. Өзіңізді таныстырып өтсеңіз, толық жасыңыз? Өзім ат-жөнім Назима, 56 жылғымын, пенсионермін. Самиева Дилара Бейсебекқызы, 1990 жылы 28 қыркүйекте туылғанмын. Жасым 31-де. Қазіргі таңда қанша ұл қыз тәрбиелеп өсірдіңіз? Қанша немереңіз бар? Барлығы 20-дан асады енді. Өзім Құдайдың берген 5 бала шағым бар, 3 қыз 2 бала. Бәрі өздері отбасылар бар. Балдарым бар, шүкір. Оқыған бәрі, көздері ашық. 2 келінім, 2-ді оқыған. Қолымдағы бала енді өрт сөндіру жағында жұмыс істейді ғой. Келін болып түскеніне қанша жыл болды? Осы 13 жылдың ішінде бастан біраз нәрсе өтті. Мысалға өзім жас болып келдім. Осы үйге, осы шаңыраққа келіп 18-ге толдым. 17 жасында келдім. Қызықтар да болады, ішінде қиындықтар да болады. Ауыл болған соң, азанда жаңағыдай сиыр бар, мал бар дегендей, ата-енемен тұрасың, жаңағы ас тамағы бар. Азанмен ерте сол алтыда тұрамыз. Одан сиыр сауып, жаңағы сүтіміз пісіріп, шай бар. Одан кейін жаңағы бала-шаға сабаққа жіберіп, оның үстіне жұмысқа шыққаныма осы ауылда мектепте мұғалімдік ұстаздық қызмет атқарам. Жұмыспен үйді алып жүру оңай емес. Соның бәріне үлгеріп, ерте тұрып, аздан кешке шейін. Жаңа елдің бірінші тұрып, ең соңында жатамыз. Қазіргі таңда ене болу мен ана болудың айырмашылығы қандай? Ене болу деген енді жақсы ғой, келін жұмсап отсаң. Жүрекпен қалап таңдаған қайратын халқына жандармыз біз арнаған. Арманым қанатымен самғаған, таңдаған ақ жолмен жүрсең мәңгі, қуанды бәр жанды. Еңбектің жемісі, бақыттың жемісі. Адал жандар жүрегімен, асқақ арман тілегімен, мәңгі жана берер тіршіліктің алауы. Төгіп маңдай терімізді, көркейтеміз елімізді. Әрбір лүпілдеген жүректің бұл қалауы.
Қазіргі таңда екі келініңіз бар. Бірінші келін бәрібір ыстық болады дейді. Алғашқы келініңіз жайлы не айтасыз? Әрине бірінші қуанышым ғой. Әкелем дегенде қатты қуандым, қобалжыдым. Жақсы, көңілінен шыққан келін болды. Келіндеріңізге келін ретінде немесе қызыңыз ретінде қарайсыз ба? Енді қабылдаса қыз ретінде қабылдар едім. Келінім, екі келінім бар, шүкір жақсы. Адамгершілігі де жақсы, шыққан жерде үлгілі семьялардан шыққан. Келіндерім көңілінен шығады, екеуі де. Енеңіз сізге келін ретінде қарайды ма, әлде қыз ретінде қарайды ма? Жаңа айтып тұрмын ғой, ерте келген, жаңа жас келген соң бізде ене, келін деген тема жоқ, тек қана қыз мен мамасы сияқты сырласамыз. Жаңағыдай бірге отырып шай ішеміз. Мамам жоқ болса, шай ішпейді ешкім. Екеуміз-ақ отырып шай ішіп, бәрін жаңағыдай әңгімелерді айтып, сол как мама сияқты болып кеткен. Келіндеріңіздің жақсы және жаман қасиеттерін айта өтсеңіз. Жаман қасиетін көрмедім сөздің шыны керек. Келгеннен өзі бәрін алып кетті, ойындағын істеді. Жұмыс істейді өзі. Қазір енді декретте отыр ғой. Кім болып жұмыс жасайды? Мұғалім болып жұмыс жасайды. Келінді өзіңіз секілді тәрбиелеу қиын болған жоқ па? Мен қатты қиыншылық көрген жоқпын. Келгеннен өзі алып кетті ғой бәрін. Өзі андай көрген жерден шыққан қыз өзі қағып алады ғой. Келін болып түскенде алғаш ұнамай қалған іс әрекеттері қандай? Енді бала болып біреуден келіп алып кету оңай емес. Білмеген жерін үйреттім. Алып кетті ғой, оның жаман жері жоған, шынын айтқанда. 17 жаста тұрмыс құрдым деп жатсыз. Сіз үшін 17 жаста тұрмыс құру қиын болған жоқ па? Қазір ойлап қарасам, сол кезде бала екенмін да. Қазір қарап қалсам, жаңағы болашақ жас қыздарға, сіңілдеріме айтатыным, ерте тұрмысқа шығу керек екен да. Сол үйдің жаңа адамдай болып кетесің. Мысалға, өзің жаңа ес біліп келсең, жатырқап тұруы мүмкін да. Мен осы үйдің қызындай болып кеттім да. Андай ешқандай бір келін болып түстім деп ойлаған жоқпын. Келе салдым, жаңа мама, ата деп айтамын да, бірақ сөйтіп бұл үйде жаңағыдай жатырқап неғаған жоқ. Осы үйдің қызы сияқты болдым. Осы уақыт аралығында енеңізбен араңызда түсініспеушілік болды ма? Мүлдем болмайды деп айта алмаймын. Жаңа түсініспеушілік болады арасында, бірақ біз жаңағыдай ұрыспай, жаңа бірден жаңа ененің үлкен айтқанын істеп, сразу түзетуге тырысамын. Енеңіздің жақсы және жаман қасиеттерін айта өтсеңіз. Қарапайым, жаңағыдай мысалға келін болып келген екен, жаңағы тірлікке үйрен салмай жатқан кезде бәрін жаңа ақылмен, жаймен өзі үйретіп, артынша соны былай істейді деп айтып жаңа үйреткен. Былай екінші анам сияқты. Жалпы жастардың арасында болып жатқан жанжалға ененің түсуіне сіздің көз қарасыңыз қандай? Негізі түспеу керек деп ойлаймын. Ерлі-зайыптың арасында ескерткен түседі дейді. Ол жаңа ерлі-зайыпты өзі ұрсып, жаңа мысалы бөлмесінде дейді, татуласып жатады. Сол кезде ененің түспеу керек деп ойлаймын. Екеуіне жаңағыдай, екеуі де дұрыс емес деп мысалға айту керек та, ол ене деген екеуіне отырғызып қойып, бірдей қылып айту керек. Сенің мына жерің дұрыс емес, мысалға сенің мына жерің дұрыс емес. Енеңізге көңіліңіз толады ма? Аллаға шүкір, осында енеге түскеніме, осы енем барына шүкір деп айтамын. Абысыныңызбен араңыз қандай? Аллаға шүкір, татуымыз жаңағыдай ол келін ретінде келсе ауылға, өзінің қызметін атқарып, жаңа тамақ істеп, ыдыс-аяқ жуып, қолғап істетуге тырысады барынша. Ене мен келінге қойылатын 10 сұрақ. Сүйікті түсі? Білмедім, өтін шығар. Ақ түс. Сүйікті тағамы? Негізі тамақ таңламайды. Кеспе көже. Сүйікті сериалы немесе киносы? Ол көбіне орысша кино көреді ғой. Қызыма айттым ғой, қазір декретте болған соң, түрік киноларын үзбей көреміз. Жат мекен. Үзбей көреміз. Сізге сыйлаған ең қымбат сыйлығы? Қазақша шапаны. Менің жұбайымды өмірге әкелген деп ойлаймын. Ең көп айтатын сөзі? Маманы көбірек айтады. Диля. Үйде кім шапшаң? Келін ғой енді. Мен шығарайын. Көп ренжисіз бе? Мен ешкімді ренжімеймін. Жаңағыдай өзім көңіл шектім, киноға да немесе сериалдарға да жылай отыра беремін. Бала шағам күліп отырады, жыламапсыз ба деп. Сіздер отбасыда қонақ күтетін мереке қандай? Наурыз. Мерекеміз өте көп, жаңағыдай үлкен шаңырақ болған соң бізге қонақ үзілмейді. Әрбір қонақ
бізге мереке. Жаңа дастархан жаямыз, улап сулап олар келеді. Сол бізге мереке деп ойлаймын, күніге мереке. Үйде кім қыдырымпаз? Мен қыдырымпаз. Жаңағыдай қыдырып келеді, жаңа тойларға барады, қыздарға қыдырып келеді деген сияқты. Сіз үшін отбасында есте қалған ең қызықты оқиға? Ойлар қаншасында қалдыңыз күні. Ата-енемен бірге туған плюстары көп қой. Қолғапсызда жаңағы егіздер бар. Апам болмаса білмеймін, қалай әбір жетпеуі шығарым. Өзіме теңестер балымды шай қорғым. Әңгімелес болсын, күлеміз. Бірге болсын, шай ішеміз. Аллаға шүкір деп отырмын. Қазақ халқы үшін ене мен келіннің татулығы басты орында. Сондай-ақ келін қайнененің топырағынан деген аталы сөзі бар. Бүгінгі біздің кейіпкеріміз осы сөзді дәлелдегендей. Себебі Диляра ханым уақыт өте енесіне ұқсай бастағанын аңғарыпты. Әрине, ене келіннің екінші анасы ғой. Әрі өз үйінде еркелеп өскен қыз өзге елге келгенде бар істі енеден үйренеді. Сондықтан кейін де болар ене мен келін арасында ұқсастық пайда бола бастайды. Жақсы енені жаман келін жер қылады, жақсы келін жаман енені ел қылады. Қазақ ежелден ене мен келіннің қарым-қатынасына ерекше мән беріп, өзара сыйластығы отбасының ғана емес, елдің ұйытқыс екеніне кәмілсенген. Отарбаевтар әулеті бүгінде үлкен отбасы. Өйткені 5 ұл қыздан 22 немере сүйіп отыр. Үлкен отбасының әрбір мүшесінің бір-біріне деген жылы қарым-қатынасын, сыйластығын көріп, біз үлкен әсер алып қайттық.